Сәлем балақайлар, бүгін дене мүшелері жайында өтетін боламыз. Бас, шаш, көз, қас, мұрын, құлақ, ауыз, тіс, қол, аяқ, бармақ, саусақ. Ал енді дене мүшелеріне байланысты кішігірім жаттығу. Мен бұл нәрсемен дем аламын. Бұл дененің қай мүшесі? Дұрыс, мұрын. Мен бұл нәрсемен көре аламын. Көз. Дұрыс. Мен бұл нәрсемен естимін. Әрине, бұл құлақ. Мен бұл нәрсемен ұстай аламын. Дұрыс, қол. Мен бұл нәрсемен жеймін. Ауыз. Дұрыс. Жарайсыздар балдар. Ал енді ұнап жатса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпа.